Тазыдай асыл иттің тұқымы тозып, құрудың сәлек алдында қалғаны белгілі. Мамандардың айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын елімізде небәрі 200 тазы болған екен. Тек саятшылықты жанына серік еткен жандардың арқасында ғана тазы ит құрымай аман қалды. Биылда олар өзара ұйымдасып Астана маңындағы Новошинка ауылында бас қосты. Мұндағы жалғыз мақсат қазақы құмайдың қанын тазарту. Аршын төс, міне тілерсек деген төмен болу керек. Бота түрсек, тоқаш құйрық дейді. Аман Жетпісбаев секілді тазының бар сипатын тәптіштеп айтып берер адам сирек бүгінде. 40 жылдан бері құмай асырайтын ағамыз бұл тұқымның қасиетіне қайран. Қазақ айтады ғой, атам қазақ. Босағаңнан тазы кетсе, үйіңнен ырыс кетер деп. Мынау намаз оқып жатсаң, намазың бұзылмайды екен. Тазы егерде иіскесе, және иісіңді, және намазыңа басса. Тазының қасиеті сондай. Қастерлі иттің аңшылық қасиетін сынауда шынайы жағдайда өтті. Яғни иттер өз бетінше ізгесіп аңыздет. Алғашқыда иелері сондарынан жаяу жүрсе, жүріс өнбеген соң көлікке отырды. Дегенмен қоян соңынан құйындай құйғытқан құмайларға машинада жете алмады. Ал салпан құлақ болса құтылып кетті. Оны құтқарған түлкі іні. Дегенмен желде жүйткіген тазылар дегендеріне жетті. Келесі кезіккен қоянды олар құтқармады. Жалпы мұндай пайдалы шаралар жиі өтсе игі. Елдің түкпір-түкпірінен жиналған саятшылардың ойы осындай. Бұл порода үшін пайдалы. Мысалы, бүкіл Қазақстаннан адам жиналып тазыларын көрсету, бір-бірінің тазысын көру. Кімнен тұқым алуға болады, кімнен болмайды, нені дұрыс деп жатырмыз, нені дұрыс емес деп жатырмыз, қандай қатеттер жіберіп жатырмыз. Енді пайдасы осыда ғой. Ал биыл ең жүйрік деп танылған тазының иесі Оспанов Ерболат ақтөсім аш қалсам да асырап шығады деп қалжыңдайды. Бір қыста мен былтыр 68 қоян алдым. 68. Итпен, мылтықсыз. Мылтықпен шыққан ол аң емес. Таза итпен, таза шын шығу керек, шын көңілмен. Сонда бірақ аңшылық болады. Бір өкініштісі жеке азаматтардың қазақы құмайды сақтап қалуға қатысты осындай ұмтылыстары мемлекет тарапынан еш қолдау таппай отырған көрінеді. Саятшылар кей кездері адам тағдырына алаңдамайтын атқамінерлер итті қайтсын дейді. Сондықтан одан әріде өз беттерінше әрекет ете бермек. Бақтияр Хамит, Дәурен Зәріпов, Еуразия бірінші арнасы.